Emperor Motion Pictures. Emperor Classic Films ұсынады. Шэньцзэн киностудиясымен бірлесіп түсірген. Рөлдерді Донnie Йен, Джейси Чан, Шарлин Чой, Жилиан Чунг, Чен По Лин, Тони Люнь, Кафай Ку Ин, Фан Бин Бин, Си Джин Джинг. Арнайы шақырылған актерлар Дэниел Ву, Эдисон Чен және Джеки Чан. Суретшісі Билли Луи. Костюм жөніндегі суретші Ли Пи Кван. Операторы Чан Чи Йен. Монтажы Чун Ка Фай. Композиторы Томи Уэй. Продюсерлері Альберт Ли, Жао Жанг Уо. Режиссерлары Кори Юнг және Патрик Юнг. Егіздер 2. Хо Уаду хроникалары. Раушан гүлдің өткір жүзі. Қытайдың іргесіндегі желгі Амазон елінде еркектерді құлдыққа сатты. Мойындарына қоңыраулы қарғыбау тағып, жек көрінішпен ақымақтар деп атайтын. Қайда кемелеп келесің? Бас аяғыңда. Қане алға. Барлық ақмақтарды сатамда, қарзымнан құтылам. Еркектер өте пайдалы. Олар жүк тасиды, бала тәрбиелейді, тамақ пісіреді. Тіпті денеңді уқалап береді. Егер бала туғың келсе, тәуірлеу біреуін таңдап ал. Тек ғашық болып қалып жүрме. Өйткені Амазон елінде еркектердің бәрі құл. Сарайда бірде-бір еркек жоқ. Патшайым оларды жек көреді. Сонымен, 13-ші жауынгер сіздерді тауарға баға беруге шақырады. Бүгін саудаға не салатынды қараңдар. Гауһартас пен қазына. Ешқандай талас жоқ. Бағалауды өтінем, теңдессіз тауар. Назар аударыңыздар. Қазір көздерің жетеді. Харди, Харт, 18 жаста. Жақындаңдар. Денесін ұстап көріңдер. Жұп-жұмсақ. Теп-тегіс. Қалай? Қане, Харди Харт, қожайыныңа көрініш. Көңілдерін толатынына уәде берем. Бұл бәрінен де күшті. Кір жуат, үй тазалайды, тамақ жасайды. Бастапқы баға 2 алтын. Мен 3 алтын берем. Рахмет, болады. Сәтті сауда құтты болсын. Не керек? Қожайын өтінем, мені мұнаған сата көрмеңіз. Не боп қалды? Менің ақшам аз ба? Жоқ, о не дегеніңіз? Біз қазір бәрін түзетеміз. Желкен түзейін, бақмақ. Қараңызшы, оның егінде үлкен меңі бар екен. Меңіне жүн өсіп кетіпті. Қараңыз. Өзің байқағыш екенсің, өлгің келе ме? Одан да өлгенім артық. Тоқтат. Енді қара. Мен әдемім бе? Қара, маған. Иә. Анауда әдемі ме? Иә.
有筆筆佢就俾人停頭咗啦。不過唔緊要啊，因為我請啊。Meni bosatыңызшы, барымды берейін. 1000 теңге берем. Босатыңыз мені, өтінем. Ұстаңдар ананы. Ұстаңдар ананы. Тас қайда? Тас менде. Сіздің бұйрығыңыз бойынша мен оны сарайдан ұрлап алдым. 3 күннен соң кездесеміз. Екі түсті гүл аспаннан жауған күні жұлдыз император келеді. Инь-янь төңкеріліп түседі. Сол кезде аласапыран басталады. Екі түсті гүл аспаннан жауған күні жұлдыз император келеді. Иньян төңкеріліп түседі. Сол кезде аласапыран басталады. Менің ақмақтарым қашып кетті. Ұстаңдар оларды. Ақмақтарды көрмедің бе? Мен екеуін көрдім. Оларды сен ұрлаған екенсің ғой. Қашып құтыла алмайсың. Сені қандай жын соқты? Ақмақтарымды ұрладың. Менің тұмсығымды бұздың. Жалыққан жоқпысың? Ақмақтарды қайтарды. Жөніңе кет. Доғар енді, өкініп қаласың. Қорқытқан түрін. Өзің өкініп қалма.
Бұл кім? Маңызды емес. Сен істегенсің бе? Қызық екен. Сенің тәсілің емес қой. Бұл бейшараның жарасына түкіргенім бар. Бастысы тапсырма орындалды. Бәрін таптыңдар ма? Екеуін ғана ұстадық. Қалғандар қашып кетті. Бұл екеуі кімге керек? Жоқтан жақсы ғой. Бұл әділдік емес. 13-ші жауынгер деген сен бе? Иә, мен. Кешірім сұрауға келдіңдер ме? Ақымақтар қашып кетті. Сауданы бүлдірдіңдер. Аса мәртебелі патшайым, сіз келген күні нұр төгіліп тұр. Сен мені ұмытып кеткен жоқпысың? Жоқ, оған үміттенбей қойыңыз. Дәл қазір ақшам аздау болып тұрғаны. Жарайды. Маған бір адам керек. Сол адамды тауып берсең, барлық қарызыңды кешірем. Рас айтасыз ба? Иә. Сонда ол адам кім? Міне, қара. Оның суреті. Сен мұны табуың керек. Міндетті түрде. Келбетті жігіт. Солай ма? Сіздің күн дидарыңыз үшін жаралғандай. Мұндай келбетті жігітті бұрын көрмеппін. Іздеуде неден бастайын? Ол күлдіргі. Сен оны табуға міндеттісің. Бұл бұйрық. Мен оны қайдан іздейм? Ол ма? Ол қаланың бір түкпірінде жүруі мүмкін. Иә. Тағы қайдан? Жақсы, айтайын. Ол ешкімге ұқсамайды. Ол ерекше жан. Оның түр келбеті қандай? Қандай дейсің бе? Егер өзің сүйкімді болсаң, ол таңдайын тақылдатып, құлағы қызарып кетеді. Тамаша екен. Ол сізді естен тандырған сияқты. Тіпті де олай емес. Оны тапты. Менің алдыма алып кел. Ақмақтарды қайтеміз? Олар менде бола тұрады. Менің қалауымды орындасаң, бәрін қайтарып беремін. Құтқарыңдар, қожайын мені құтқара көр. Бүгін жоғалтқанымның бәрін ертең қайтарып алам. Қызыл қаршыға, сен жабай қасқырлардың көмегіне жүгіндің бе? Иә, дәл солай. Пір. Сен патшайымның жауынгерісің. Жабайлардың көмегіне жүгінуге тиісті емессің. Тапсырманы қалай орындағаным маңызды ма? Мен сіздің бұйрығыңызды орындадым. Арсыздықпен орындадың. Маған тіл тигізуші болма. Ұқтың ба? Не үшін? Бұйрықты орында. Сен бар болған жауынгерсің. Мен еркектердің бұйрығын орындамай, тек әйелдерді тыңдаймын. Сенің бұйрығың түкке тұрмайды. Сен тіпті еркек емессің ғой. Көп құстыр бұлай. Бір, оның жанын қалдыра көр. Қызыл қаршыға, сен бұдан бұлай патшайымның жауынгер емессің. Мәртебелі патшайым. Сен күзетте болмағандықтан үлкен бақытсыздыққа арындық. Ұрылар құпия бөлмеге кірген. Патшайым, менің қолым тимеді. Мен қала қақпасын күзеттім. Сіз құпия бөлмеге кіруге тыйым салдыңыз. Ол жерде тек тастың сынығы ғана болды. Өшірініңді! Жаныңды сақтап қалу үшін өтірік айтып тұрсың ба? Сен бордельде болдың. Өлтіріңдер оны! Әкетіңдер!
Құп Тез. болады. Екі қыз. Патшайым ақылынан алжасқан сияқты. Екі түстігіл аспаннан жауған күні жұлдыз император келеді. Иньян төңкеріліп түседі. Сол кезде аласапыран басталады. Қане, жауап бер. Мыналардың арасында император бар ма? Бұл ол емес. Өлтіріңдер мыналарды. Бұрынғы династиядан тек бір адам ғана қалды. Жұлдыз патша сол екен ғой. Тас соның қолына түсеме деп қорқам. Егер ол жұмбақты шешсе, қылышқа ие болады, патшайым. Тасты жымысқы жолбарыстың қарақшылары ұрлауы мүмкін. Бірақ олар жұлдыз патшаның кім екенін білмейді. Иә, жолбарыс білмейді, бірақ тас біледі. Патшаны құдіретті тас табады. Егер тас тапса, ол императорға барады. Содан кейін не болмақ? Ол сенің тағыңды тартып алады. Сен жаннан безгенбісің? Сен неге мені өлтіріп тастамайсың? Мен сені шек көрем. Сондықтан қасірет тарт. Патшайым, ол сіздің сіңіліңіз ғой. Сенің жаның ашып тұр ма? Бәріне... Мен кінәлімін. Сіздің иығыңызда. Тимей маған. Ешқашан қолыңды тегізбе. Сенің қолың зәрлі. Әпке, сені патша қалыңдық етпек. Бұл бақыт қой. Қайдағы бір махаббат үшін патшадан бас тартасың ба? Әрине. Менің бақытым Велиау. Велиау. Егу сен. Не боп кетті? Егу. Сен өмір бойы қасірет шегіп өтесің. Құтқарыңдар! Бүгіннен бастап барлық еркектер кедейлік пен масқаралықта өмір сүреді. Тасты тапта маған әкел. Орны табуға қыран көмектеседі. Оны тұтқындамақ болғанда, сол қолынан жарақат алған. Тапсаң дереу маған хабар бер. Құп болады.
Қане, болыңдар тез. Бұлар қойылымды қашан бастайды? Дайынсың ба? Ал бастадық. 1, 2, 3, ұштың! Кешіріңіздер, тағы бір рет. Қане, тағы! Не болып қалды? Кешір күшімді есептей алмадым. Мертігіп қалған жоқсың ба? Малғындар! Өй, сендер! Бүгін аштан қатырам. Ол қайда? Қайда дейм? Білмеймін. Басты рөлдегі сұлусыз бастадыңдар ма? Қарбыздың дәнегі. Басты қаһарманның шекпенің киесің. Ұстаз, ұятқа қалдырмаймын. Сайтан, кеттік. Өте ертеде егіз перизат өмір сүріпті. Жұрт оларды императордың канизагы деп есептейтін. Бірақ кішісі одан бас тартты. Ол басқаға ғашық еді. Сондықтан ол... Ей, сен қайда жүрсің? Мен осындамын. Сені қара арыстан іздеді. Мәссаған қолыңа не болған? Ештеңе етпейді. Жұмысқы жолбарыспен бірге ақша тауып жүрмін. Сен әлгі қарақшыны айтып тұрмысың, ол қаһарман ғой. Тыңда мені. 3 күннен кейін оған тасты беремде, бұл жерден тайып тұрам. Әкелші, көрейін. Берші. Мұның не? Мұның құнын білемісің? Ей, арам тамақ. Қайда жүрсің? Кешіктің. Бас аяғында. Сенің кезегің. Қане? Болыңдар. Дайынсыңдар ма? Кеттік пе? Кеттік пе? Қане, кеттік. Кеттік. Әй, егер сен сүйкімді болсаң, ол таңдайын тақылдатып, құлағы қызарып кетеді. Мен сұлумын ба? О, сұлусың. Ей, абайласаңшы. Кешіріңіз, ұстаз Қара Арыстан. Болашақты болжап жіберіңізші. Ақымақ, дәп қазір ме? Ұстаз өтінем. Оның саған керек не? Ғашық болып қалдым. Ұстамнан. Өзің қара. Мынау Ақбозат. Ақбозатқа ғашықпысың? Міне таптым, сол, мінеки. Сенімсің бе? Иә. Енді бақытсың ба? Онда жұмысыңа қай. Қане? Қане бастаймыз, болыңдар, тез. Иә, осылай. Міне. Ай. Қап. Мен сұлумын ба? Тағы қайтала. Мен сенен қайталап сұрайым. Айттым ғой. Тағы да қайтала. Сұлусың. Не отырыс? Бастаймыз ба? Сен мені сүйім дебең. Мұның қалай? Егер менің махаббатым сен болсаң, мынау кім? Жоқ, Ақбе, оның қалауы сондай. Ол мені дуалап тастаған. Кет, жолыма маған. Кет. Мен сені сүйем ғой. Оңбаған. Сенің қолың зәрлі. Жолама маған. Ол өзіне қол салды ма? Достым, қағып ал. Мен сенен бас тартпаймын. Бұдан бұлай, еркектерді жек көрем. Еркектерді жек көрем деймісің? Онда мен оны кесіп тастайым. Қозғалмаңдар.
Неткен әдепсіз қойылым. Не болып қалды? Сендер тұтқындалдыңдар. Қашыңдар! 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 Қане! Ұстаңдар! Ұстаңдар! Кешіріңіз. Тығылып тұрғанын қара. Қане шық! Сәлем. Мен сені тасты тапты деп ойлап едім. Күлше жейсің бе? Ал енді тасты бер. Біздің қанымыз бір. Сиқырлы қылыш қолыма тигенде, мен сені пір жасай. Бүкіл әлем біздің табанымызда жатады. Күмәнім зор. Олай болса, жұмысыңды атқар. Мынау не? Мұны кеше келбетті жігіт берген, бұл құпия. Ол ертең мұны алып, жымысқы жолбарысқа бармақ есесіне біз ақшаның астында қаламыз. Мына қаратас бізді байтап деп ойлаймысың? Байтқанда қандай? О, лағыл тасы бар екен.
Мынау қазына ғой. Тұра, мынау немене? Мынау карта ғой. Сіз бұны көріп тұрсың ба? Дәл солай, қазынаның қайда екені көрсетіп тұр. Міне, мына жерге көмілген, көрдің бе? Мен мұны білем. Бұл Жығып аузыңды. көлдіргі қайда? Кім білсін, білмейміз. Білмейміз. Ол келсе, балық қуырып беріңдер. Жарайды. Қара бала қайда? Не болып қалған сендерге? Гого, қане айт, қайда болар? Олар тасталып қазынаны іздеуге кетті. Тас, қазына? Қайда қазына? Міне осылай. Әкелші бері. Күн тамаша боп тұр. Қараш, қандай әдемі. Амансыңдар ма, жігіттер? Мен жұмысқа жолбарыспын. Әйел ме? Ақ пони ма? Мен сұлумын, сондықтан ақ пони мініп жүрем. Таптым, сен біздің көрерменімізсің. Иә, мен бірден бой жасырдым. Қарақшыға аса сақ болу керек. Қане? Менің картам қайда? Бер, қане? Келбетті жігіт қайда? Ол сізбен бірге барам деп еді ғой. Ол ма? Ол алтында келуге кетті. Алтын, бізді жаныңызға ертпес пе екенсіз? Мен жалғыз саяхаттағанды ұнатам. Керек тастың ауырлығы жоқ деген. Көп сөзді ғой. Әдетте мен мынаны қызметшілеріме берем. Мен сіздің қызметшіңізбін бе? Қазір біз сізге көмектесеміз. Көріңіз. Артымнан біреудің тепеңдеп жүргенін ұнатпаймын. Олай болса менмен жүріңдер. Ал сен кімсің? Мен жұмысқа жолбарыспын. Мұнауда жұмысқа жолбарыспын дей ме? Егер қаласаң күш сынасып көрейік. Кім жеңсе сол жолбарыс болсын. Жарайды, ашуыңды бас. Негізі біз екеуміз де жұмысқа жолбарыспыз. Мен үлкен жолбарыспын. Қысқасы біз әпкелі сіңліміз. Егер қазынаны тапқың келсе, бірлесіп іздейік. Жағаласа берме. Менің сіңлім керемет қой, я? Мұртың ажырап кетіпті. Ішің күйсе тұз жала. Саған мұртымның жартысын берейін бе? Көк мылжың. Тоқтаңдар. Қазынаны қашан табамыз? Біз қанша үлес аламыз? 10%. Есің дұрыс па? Бұл тым көп. Мынаны киіп алыңдар. Біз ақымақ емес қызметші болғымыз келеді. Иә, біз ақымақ емеспіз. Иә. Ақылдан алжасыңдар ма? Еркектерге бос жүруге болмайды. Көз алдау үшін тағып алыңдар. Кеттік. Бұлай болсын. Қазына туралы ең бірінші мен білдім. Сондықтан қазынаны тапқан кезде мен көп үлес алам. Келістік. Келістің бе? Маған 80% керек. 80%. Жарайды. Өзің біртірлекенсің, сіңілім. Мені алдап кете алмайсың. Мен ақылдымын. Бірақ ақмақтарды мен алам. Енді түсінікті. Сен де саудагер екенсің ғой. Әрине. Әй, тоқта. Менің сатып алушым бар. Келбеттісін іздеп жүр. Тауып берейін. Тұра тұр. Қарның ашты ма? Әй, балалар, бізге ана көшекті ұстап әкеліңдер. Қазір. Кеттік. Бұлай кетті. Жоқ бұлай. Әне! Ұста, қане. Жарақаттанып қалдық. Қабая.
жарақаттанып қалдық. Жағдайыңыз қалай? Бәлкім жібере салармыз. Өзі сүп-сүйкімді екен, обалсынып тұрмын. Тоқта. Көжекке обал, алмаған обал емес пе? Менің қарным ашып тұр, нақұрыс. Кешкі асқа енді не жейм? А? Бір нәрсені мойындайын. Сен керемет жауынгерсің, ал махаббатқа шорқақсың. Таласым жоқ. Еркектер мені қызықтырмайды. Мен оларға құмартпаймын, тек сатам. Иә, біз оларға қылым дейміз, одан кейін сатып жібереміз. Олардан ақша маңыздырақ. Менің байқауымша қара бала саған ұнайтын сияқты. Иә, жасырмай-ақ қой. Әй, ақмағым-ай. Осы да сөз боп па? Ақмақты менден атқам, кімнің басынан өтпейді. Айттым ғой, мені ол ақмақтар қызықтырмайды. Онда бұлай болсын. Оны мен алайын. Жарай. Тамаша. Қаттырақ. Ол тек... Ол... Ей! Қожайын, мен шомылып алсам бола ма? Шошытып жіберген жоқпын ба? Не қызмет көрсетейін? Қолыңнан не келеді? Енді тентек-тек. Одан басқа? Сүй салам. Тағы ма? Жоқ, керек емес. Осы да жетеді. Бар, ұйықта. Бар, Онда денеңізді уқалап берейін. керек емес. Жақсы жасайым. Кет дедім ғой саған. Мезеттің. Неттен адам? Қайырлы таң. Байқаймын, ашуың әлі тарқамаған сияқты. Кімге? Сен мені білмейсің ғой. Мені тек карта қызықтырады. Ең бастысы ақша. Ақша. Қызметшілер дайын. Әй, ұмыттың ба? Кіммін деп жүрсің? Қанеки? Ақымақ. Ақымақ екенсің. Қара бала, еш саспа. Қыздар сезімін осылай жасырады. Суып қалмай тұрғанда күлше жеп алыңдар. Рахмет. Жеңіз. Мен нанды жек көрем.
Неге? Бұл тек ас қой. Нанның еш кінәсі жоқ. Сәлем, сұлулар. Менің есімім Күн. Жандарыңа отырсам бола ма? Болмайды. Мен бәрібір кетпейм. Әй, ханым, мұртың сондай тартымды екен. Сүйкімді. Сүйкімді қыздың талғамы керемет екен. Мына жердегі дүкеннен қолдан жасалған табиғи шаш сатып алыңыздар. Мына екі ақымақ та сүйкімді екен. Бұларды сатпайсыңдар ма? Екеуін де алайын. Қалай? Сатсаңдаршы. Өтінем. Жаба аузыңды. Олар сатылмайды. Қаны қызу жан екенсіз. Бірақ мына екі ақмақ үшін тым кәрісіз. Жақсы, бәрін мойындайым. Мен патшайымның бұйрығын орындап жүрмін. Мен оның қызметшісімін. Мен бұларды сарайға апарамын. Қызметшімін деңіз. Мөр қайда? Мөр мұнда. Міне. Мінекей. Сен бізді алдағың келе ме? Ақымақ екенсің. Сазайыңды тарт. Сіз кімсіз? Жымысқы жолбарыспын. Тағы бір жымысқы жолбарыс пайда болды ма? Мына өтірік айтып тұр. Сені масқаралағаным үшін кешір. Мына шараптан кешірім үшін ұрттап қой. Оқасы жақ. Сен жаңа ғана әлгілердің бірін жұлдыз патша дедің. Не дейді тағы? Иә, аңыз бойынша. Ана тас императорды іздеп табады. Мұнда сиқырлы қылыштың қайда тығылғаны көрсетілген. Ол қылыш патшайымды тақтан тайдыра алады. Менің міндетім патшайымды қорғау және сиқырлы қылышты табу. Мәс саған адам айтсан аңғысыз. Керемет қой. Сен патшайымға барасың. Бәлкім сен барасың. Әй, тұра тұрыңдар. Неменеге мәз болып отырсыңдар. Мұнаның шын өтірігін құдай білсін. Сендер төбелес алмайсыңдар. Сондықтан тез жиналыңдар. Қане, трупаға барамыз. Бол, тез жиналыңдар. Қане, болыңдар. Неге отырсыңдар? Өй, сүмелектер. Ұстаз, қоя тұрыңыз. Тоқтаңыз. Ұстаз, қара арыстан. Ұстаз, қара арыстан. Қайда кет? Қайдағы жоқты айтпаңыз. Өтінім. Сабыр етіңіз. Мені тыңдаңыз, ұстаз. Оттықтарың бар ма? Бере тұрыңдаршы. Мен шылым шекпейм. Мен сұлумын ба? Мына отырыстарың не? Жиналыңдар, кетеміз. Олар бізді қуып жете алмайды. Әй, сен жымысқы жолбарыс емессің. Қазына біздің қолымызда. Бастысы ақша. Иә, сендерге мыналармен жүрген ұнайтын шығар. Жүре беріңдер, қарсылығым жоқ. Әй, қайда барасың? Тоқта. Ұстазды мына түрмен тастап кеткеніміз жарамас. Қараш, ол ғашық боп қалған. Айтпақшы, таққа отырған соң бұлардың жағдайын жасайым. Саған да бір сұлуды табамыз. Жар. Әй, мынауың керемет екен. Иә, өте тиімді. Ақмақ сатушылардың бәрінде бар. Сенде жоқ па? Мә, сен ал. Болды, біз дайынбыз. Кеттік. Міне, ұста. Ей, қара бола. Таққа отырған соң, еркектерді құлдықтан құтқарам. Ал егер сен патша болсаң ше? Жоқ, мен болмайым. Жоқ. Саған көмек керек пе?
Патшаның ақшасы шаш етектен. Маған тым тақалып қалдың. Мен тек мейірімді болуға тырысып жүрмін. Патшайым болғым келмейді. Әуре ғой. Керек емес. Қой Шар, патшайым болу сенің арманың ғой. Мойындасаңшы. Мейлі, таққа отырғым келеді делік. Бұған не дейсіз? Қожайын, Қолыңнан келгенін істе. мені құшақтап алғаның қалай? Қолымды шауып тастауға бұйрық берем. Біз елес қананың тұсынан өтіп барамыз. Елес қала қайда? Ешқандай елеспен құбыжықты көрмей тұрмын. Ал мен құбыжықты көріп тұрмын. Мен сұлу құбыжықпын. Қане? Қорықпа. Ағаш көрмелі! Қане, тезірек, жоғары шық. Неткен қорқынышты жер еді. Бұл елес қала дедім ғой. Не дейсің? Олар бізді жеп қоя ма? Тыныш, айғайлама. Жап аузыңды, бізді жеп қойсын демесек. Мені қаттырақ құшақта. Оңдырмадың ғой. Таста кел бері. Қолыңды бер. Не істемексің? Маған көмектесесің бе? Біз әпкелі сіңлілі емеспіз бе? Мен сені тастамайым. Қазір құтқарғанмен бәрібір сатып кетесің. Сен қатыгез емессің. Патшайым бола алмайсың. Мен тақты армандадым. Жібер қолымды. Өлуге мүмкіндік бер. Мақтап ұста. Әй, жап-жас боп осылай өлеміз бе? Қорықпа, өлмейміз.
Тыңдаш, егер мен шынымен өлсем, үзіліп бара жатқанымда қолымнан ұстап тұрасың ба? Сендер адамсыңдар ма? Адамбыз. Иә, адамбыз. Сен жыласаң, Біз де жылаймыз. Сен қатыгез болсаң, мен де қатыгез болам. Сен шапсаң, мен де шабам. Сен құшақтасаң, мен де құшақтайым. Тыңдаш, күлуің керек. Күлсеңші енді. Қане бол. Міне осылай дұрыс. Өзіңнің түк шамаң жоқ екен ғой. Неге мені ұстамадың? Зілді екенсің. Көбірек тамақ ішу керек. Айттым ғой саған. Күшті болу үшін тамақ іш. Тыныш. Тыныш деймін. Тыныш. Доғар енді. Жап аузыңды. Мұның не, зәрең ұшты ма? Бұның қалай? Біздің ата-бабамыз солтүстіктегі тауда өмір сүрген. Уайым қайғысыз едік. Күлкіден езуіміз жиылмайтын. Мұңайғанда жылайтынбыз. Жұмыс дегенді жанымыз сүйді. Көңіл көтеруді де білетіміз. біз бір-бірімізді сүйдік. Бірақ патшайым біздің бақытымызды көре алмады. Біздің соңымызға түсті. Амалсыздан үңгірге түстік. Жасырынуға мәжбүр болдық. Қап-қараңғы жерде отырмыз. Жынданатын болдық. Өзгеріп кеттік. Қатты қиналып жүрміз. Күн нұрынан да қорқатын болдық. Біз күресуіміз керек.
Күресу керек. Күресеміз. Күресеміз. Патшайымды тақтан тайдырамыз. Бәріміз тізе қосып күресейік. Иә, дұрыс айтасыз. Иә. Күресейік. Міне алыңыз. О, менің заттарым ғой. Мынау да сіздікі. Мынау не? Әдемі нәрсе екен. Тоқта! Қарабала! Ей, қарабала! Тоқташы, тұманнан ештеңе көрінбейді. Күн шықпай ештеңе көре алмаймыз. Қарабала! Отырайықшы, қауіпсіздеу болар. Ей, күлдіргі, бұл біз ғой. Біз. Сендер екенсіңдер. Сендерді жеп қойған екен десек? Жоқ, бұлар үңгір адамдары ғой. Жақсы жандар. О, сендер қол ұстасып алыпсыңдар ғой. Мұнаны қара. Сендер құшақтасып алыпсыңдар. Иә, құшақтастық. Кетшар, сен қорққанда ғана құшақтаймысың? Айналаның бәрін тұман басып тұр. Бұл қандай жер? Ей, ана баспалдақты қараңдар. Жүріңдер, көрейік. Менің ойымша, мынау қазынаға апаратын жол. Дәл солай. Қақпаны қалай ашамыз? Осы жер болуы керек. Бұл жерге тастың керек жоқ па? Қазына қайда? Жүріңдер бұлай. Мәс саған неткен көп қару. Ешқандай қазына жоқ. Ал сиқырлы қылышты қайдан табамыз? Ол қандай өзі? Тығылыңдар, біреу келе жатыр. Қашайық, тезірек. Енді не істейміз? Мынау қандай жер? Төрт қабырға, ортасында көл. Бар осы ма?
Керемет. Мынаны қараңдар. Ой, мына мен ғой. Мен? Ей, қолыңдағы не? Мен мұны ұтып алдым. Ол бізді алдады. Ол қараулық жасады. Қайтарға не? Мұның дұрыс емес. Мынаны қараңдар. Бәлкім бұл сиқырлы қылыш шығар. Иә, сол болу керек. Иә, мынау сол ғой. Алақай, сен таққа отырасың, мен отырам. Ақшамыз көп болады. Жақсы болар еді. Ұста мынаны. Сиқырлы қылышты оп-оңай ұрлап әкете алмайсың. Қылыш иесін өзі таңдайды.
Нағыз жауынгер ғана емес, ақылды екенсің. Мынаған сеніп қалғаным-ай. Саған осы ғана керек пе еді? Мен патша болам дегем жоқ. Мә, ұста. Патша болғың келмесе, ақмақ екенсің. Мен сенің сүйіктің болғың келмейді. Өйткені сен ақмақсың. Солай ма? Дәл солай. Қойыңдар енді. Жоқ. Қара бала, керек жоқ. Сен патша емессің, орнына қоя салшы. Иә, білем. Кездей соқтық қой. Менің патша болғым келмейді. Таста шоны. Көк құс. Тастың соңына төс. Жұлдыз патшаны тапсаң, маған хабар бер. Құп болады. Мә, саған, мынау жансыз екен ғой. Тоқта, қашуына жол берме. Мертігіп қалған жоқсың ба? Мұның не? Қалай қолың барда? Тиіс болған. Сен патшасың, ал мен патшайымға қызмет етем. Сен маған өтірік айттың ба? Жоқ, кешірші мені. Саған керегі қылыш па? Ала бер. Оның маған керегі жоқ. Енді біз онымен бірге тақты тартып аламыз. Жұлдыз патша келді. Енді менің керегім жоқ. Мұның не? Қара бала, Қылышқа ие болалар емеспін. Өтінем, кетіңдер. Кетіңдер деймін. Кетіңдер. Кетіңдер деймін. Менің патша болғым келмейді. Сенбісің патша? Күлкімді келтірмеш. Ал сен алтын аңдып жүрсің. Әпкемнің айтуынша, патша сиқырлы қылышты тауыпты. Бұл рас. Қам жеме, патша мен қылыштың жайын өзім реттеймін. Патша болу үшін қатал болу керек. Мына балақай қаруды қалай ұстау керек екенін білмейді. Бұл қылышты ұстауға менің ғана күшім жетеді. Мен бұл балақайдың басын алам. Мынауың ақымақтық. Сен мақсатыңа жетіп тұрып, кер шегіндің. Сезіміңе ие бола алмадың. кешіріңіз. Кет. Бір нәрсе сұрауға бола ма? Осынша қатал әйелмен қалай бірге тұрасыз?
Қандай болса да, мен оны сүйем. О, 13-ші жауынгер. Жалғызсырап отырсың ғой. Неттен жабысқақ жансың? Басқа Түсінікті. біреудің мазасын ал. Бүгін мазаң болмай тұр екен. Қатал жандарды жақсы көрем. Қарай көр өзі. Кет Шар, көзіме көрінбе. Кет. 13-ші жауынгер, мынаған қараңыз. Жел аяқ қой. 2 күн бұрын келіпті. Денесі сондай жұмсақ. Көңіл көтеріңіз. Жел аяқ демей, Шарап па? басқасына келіңдер. Бәрін ұмытқаның ба? Арамызда ештеңе болмағандай түр көрсетейікші. Мұнда тек отқа қарап отыру үшін келіп ем. Түсінікті. Тақ жоқ, ақша жоқ. Ал сезім ше? Мә, шарап іш. Қандай мәселе бар? Қызықтыра ма? Сен қара басыңнан өзген ойламаушен ғой. Я. Мен тек ақшаны ғана ойлайым. Мен сені өзімнің қожайыныма сатып жіберем. Түсінікті ме? Сатам деймісің? Табылған ақыл, кеттік қожайынға барай қонда. Дәл қазір барамыз. Тамаша. Кеттік. Сен менен қашып жүрмісің? Жоқ, мен қайта сізді іздедім. Менің шыдамым таусылды. Менің қалауымды таптың ба? Егер таппасаң, ақмақтарды ұмыт. Мен оны таптым. Ол сенде ме? Ханам. Мен мұндамын. Жаныңызда. Тоқта деймін. Тоқта шенді. Жібер қолымды. Қашу керек. Қане түсіндір. Сіз іздеген адам менмін. Оны жайына қалдырыңыз. Ол мені әкелді ғой. Жап аузыңда. Менімен бұлай сөйлесікші болма. Мені тыңда. Мұны қайдан тауып алдың? Менің қалауым бұл емес. Оның сізге керегі жоқ па? Мына жаңа ойыншық артық болмай. Стаңдар мынаны. Қарыздың орнына. Тоқта. Мұныңнан ештеңе шықпайды. Сен ақмаққа ғашық боп қалғанбысың? Я. Мен ақмаққа ғашықпын. Саудагер өзінің ақмағына ғашық боп қалыпты. Не, тыйым салынып беді? Ұмыт бәрін. Енді сен ешкім емессің. Түкіргенім бар. Есесіне жанымда сүйіктім бар. Енді сен де мен сияқты кедейсің. Олай деп ойламайым. Сені сатамда, тағда бай әйел атанам. Я, бай әйел болам. Сенімдісің бе? Толық сенімдімін.
Сен мұнда не істеп жүрсің? Енді мен патшайымға қызмет етпейм. Өтінем, қара балаға жеткізіңіздерші. Ол сиқырлы қылышқа ие бола алмайды. Абай болсын. Қалай болғанда да біз оған айтуымыз керек. Тезірек. Тоқта. Мына түріңмен қайда бармақсың? Не ұнамай тұрмын ба? Жоқ. Қазір киініп келейін. Оған ғашық екенін сезгем. Мыналарды менің әпкемнің жанына апарып таста. Сенің патшаға ғашық болғаныңды жазмыш деуге болады. Сіз патшайымға қызмет етесіз. Өтінем, қара балаға көмектесіңіз. Ол жақсы адам. Маған тек сиқырлы қылыш керек. Сізге керегі тақ. Қандай тақ? Екі түсті гүл аспаннан жауған күні жұлдыз император келеді. Иньян төңкеріліп түседі. Сол кезде аласапыран басталады. Ол гүл ешқашан қауыз жармайды. Менің бұйрығымсыз. Әпке, мен кінәлімін. Вейлиао сені ешқашан сатқан емес. Мұның бәрін мен істедім. Мен оны білем. Әпке, мен кінәлімін. Ал енді қош бол. Менің бұйрығымды орындауға дайынсыңдар ма? Дайындалыңдар. Сендерге сабақ болсын. Махаббат пен қатыгездіктің арасы бір-ақ қадам. Тайпа башылары, патша сиқырлы қылышты тапты. Ертең біз Амазонға шабуыл жасап, патшайымның тағын төңкереміз. Жұлдыз патшамен бірге соғысамыз ба? Түрін қараңдаршы, тіпті жауынгерге де ұқсамайды. Соғыста адам өледі. Басқа таңдау жоқ болса, өлім де қорқынышты емес. Ал таңдау сұмдық, жан түршігерлік. Бұл кім? Ұстаз Қара Арыстан, маған көмектесіңіз. Мен оны бала күннен білем. Ойымды айтуға мұрсат беріңдер. Сен кімсің? Мен тажалмын. Ұсқынсыз, олай емес. Қара бала, қорқма.
Көрдіңдер ме? Ол тажалға қарсы шығу қажет пе? Ол еркек атаулыны әйелге айналдырғысы келеді. Ол маған тәжірибе жасады. Енді мен не әйел, не еркек емеспін. Ертеме кешпе. Сендер де мен сияқты боласыңдар. Бәрің. Сен, және сен. Біз ең жүрек жұтқандарды таңдап аламыз. Біз жеңеміз. Тек алға. Алға! Қара бала. Көлдіргі. Қара арыстан ұстаз. Өте өкінішті. Оқасы жоқ, ұмытайық. Қыздар бір бәлек орнында. Сен қылышыңмен керексің. Қара бала. Патша тек қара басын ойламау керек. Көздеген жерге жеттік. Ажалға қасқайып қарсы тұрамыз. Шабуылға! Шабуылға! Тоқта! Патшайым, Жіберіңдер ona. Сазайын өзім тартқызам. өзіңді сондай сағынып қалыппын. Енді сені көрмеймін бе деп қорқып едім. Жылама. Жыласаң сондай қорқыныштасың. Сенің құлағың қызарып кетті. Тұра тұршы енді. Бәрі бізге қарап тұр ғой. Қарай берсін. Мұнда не болып жатыр? Соғысамыз ба, жоқ па? Бізге соғысу керек. Күш біріктірейік. Сонда ғана патшайымды тағынан тайдырып, бақытты өмір сүретін боламыз. Жалғыздықты қаламаймыз, теңдікте ғұмыр кешеміз. Артықшылық болмайды. Біз әйелдермен емес, қатыгез патшаймен соқсамыз. Егер оны жеңсек, қалаған адамымызға ғашық бола аламыз. Солай емес пе? Біз солай істейміз. Алға! Алға! Өз бостандығымыз үшін күресейік. Алға! Ол бізді сиқырлап алмақ. Шегініңдер, шегініңдер. Қане, шегініңдер, болыңдар. Мен осында қалам. Еш қайда бармаймын.
Сен менімен біргемісің? Менің қашқым келмейді. Басқа түскенін көрейін. Аса мәртебелім. Сарай, мына қабырғаның арғы жағында. Жарақаттанған жоқсың ба? 13-ші жауынгер! 13-ші жауынгер! Көк құс! Көк құс! 13-ші жауынгер! Көк құс! Мыналарда сиқырлап тастапты. Не үшін? Мұның не? Есіңді жи! Қарабала, тоқта! Қарабала! Тиме оларға! Тиме! Тиме, Қарабала! Достым, доғар! Сен жаралымсың? Көк құс, есіңді жи! Көк құс, бұл мен ғой, мен! 13-ші жауынгер, сені сиқырлаған. Тоқта! Мұның не? Өтінем! Көк құс, есіңді жи! Қарабала, бұл сенбісің? Неге мұнда жатырсың? Сендерді сиқырлап тастады. Бізді өлтірмек болдыңдар. Мұнда не болған? Сендер бізді тырнап тастамақ болдыңдар. Не айтып тұрсың? Не жазықтарың бар? Тағы ма?
көк құс. Көк құс, есіңді жи. Денемнен сау тамдық жоқ. Амансың ба? Біреу мені қапқа салып, әбден төмпештеді. Қолымды қараш, көгеріп қалыпты. Мұны істеген күлдіргі ғой. Жап аузыңда. Қалдарың қалай? Оны сендерден сұрау керек. Болды, шыдамым таусылды. Кетейікші бұл жерден. Кеттік. Қара бола, тұра тұр. Қылыш қалып барады. Сен оны алуың керек. Дұрыс, қылыш патшайымның қолына түспесін. Қара бола. Мұзды ерту үшін от керек. Ал сен қылышты ал. Не? Қылышты ал. Қара бола. Ал сен жүгір. Қара бола. Тірімісің? Қане, қара бола. Оян, тезірек. Қане, оян деймін. Оян. Тірілдің бе? Қара бола, тірілдің бе деймін. Тірілдім. Секір. Қане, Жақсы. қане. Не ойың бар? Жақсы.
не ойың бар? Қара бала! Жоқ! 唔捨得啊？ қалай өзіңді өлтірмек болған қыздар үшін барыңды құрбандыққа шалуға дайынсың ба? Ол үшін өлуге барсың ба? Өлтір оны, өтінем. Жоқ, менің өлгім келмейді. Тағы бір түкке тұрғысыз жан, Вейлияу. Сен оған қылышты қалай ұстауды үйрет. Ол да сен сияқты өзін өзі пішіп тастасын. Бәлкім сонда мен оның өмірін сақтап қалам. Ол өлуге дайын. Сен оны сиқырлы қылышпен өлтіруге міндеттесің. Олай істемесең, өмір бойы қорлықта өтесің. Иә, махаббат үшін өлтір оны. Тыңдама оны. Ол таққа отырғысы келеді, өтінем. Оған сиқырлы қылышты берме. Сен маған өтірік айттың. Оны өлтір тезірек. Сен маған әрдайым өтірік айтыпсың. Тезірек. Қылышты қаттырақ ұста. Бол деймін. Құсым, сен тірімісің? Құсым менің. Менің бар қалауым. Сенмен бірге өмір сүру еді. Қорқпа. Мен сенімен мәңгі біргемін. Біз бір-бірімізді сүйеміз ғой. Біз бірге болуымыз керек. Йоко. Мен сені алдаған жоқпын. Менің үстімнен тұрсаң жақсы болар еді. Тынысым тарылып барады. Жүрегім айы. Жүрегім айы. Білген істейді. Мұнаны қара. Бәрі бұрынғыдай. Қара бала жеңді. Ол патшайымды жеңді. Иә, ол жеңді. Келе жатыр. Қара бала қатырды. Бәрінің басына бақ орнатып берді, патшалықты бізге қалдырды. Иә, қолымды жылы суға малып отырам деп ойламаппын. Бәлкім, елді кезектесіп басқарармыз.
Бұл өте қиын шаруа. Ешқандай ақшаға сатылмайым. Тыңдашы, тездетіп ханзаданы өмірге келейік. Бізге көмектессін. Келістім. Қашан? Деп қазір Қазір деймісің? Мұның не? Бізге бәрі қарап отыр. қарай берсін, мен енді патшамын ғой. Біздің болашағымыз осы жастардың қолында. Қараш. Мына жері қандай әдемі. Иә, әдем екен. Суық. Міне кеп қалдық. Мынаны қара, егіздер дейді. Бұлай болмайды. Бірдеңе істеу керек. Қылжақпас. Сен неге менің жанымда жүрсің? Неге таққа отырмайсың? Сен қалай ойлайсың? Қайдан білейін? Оның жайын өзің айт. Мен сені қатты сүйем, құсым. Патша болуға шамам жоқ. Кеттік. Кеттік енді. Көріктім. Кеттік. Сен шынымен де мені көрікті санайсың ба? Оны үйге барған соң айтам. Фильмнің соңы. Фильм Қазақстан РТРК акционерлік қоғамының тапсырысы бойынша аударылып дыбысталған. 2017 жыл. 都要被自讚，講什麼惻隱，每天都計分，要當自己很勇敢。Let me show you all of me, feeling weak, take some vitamin C. Feeling scared, you can count on me. To be brave, you should be like me.